Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге фольгадағы тауық етін пісіретін боламын. Алдымен бізге өзімізге керекті мөлшердегі картошканы турап, яғни мен міне соломка алып турадым. Солай турап, оны табаққа салып, оның үстіне су құйып, бірнеше минуттарға қойып қоямыз. Картопты жуып болған соң тауық етін турап бастаймыз. Мен тауықтың жамбас етін алдым, бірақ сіздер төс етін алсаңыздар болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай мен тауықтың сыртқы қабығын алып, оны соломка қылып турадым. Тауық етін турап болған соң пиязды алып, оны жақсылап тазалап, домалақ бөліктерге бөліп тураймыз. Баклажан мен қызанақты да солай істейміз. Фольганың астын майлап алып, оған біз тұздалған, бұрыш қосылған етті саламыз. Тауық етінің үстіне пиязды қойып, бетіне тұз сеуіп, пияздың бетін майонезбен жағып шығамыз. Осылайша кезек-кезекпен пияздың бетіне қызанақты, қызанақтың бетіне баклажанды, баклажанның бетіне картопты қойып, бәрін істеп болғаннан кейін фольганы қайық тәрізді етіп жинап, оның бетін фольгамен жабамыз. Духовкада 250 градуста 30 минут пісіріп алған соң, оның бетіндегі фольгасын алып, бетіне ірімшік, яғни сыр себеміз. Сырды салып болғаннан кейін тағы да духовкада 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей тағамымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.